Құрметті көрермендер, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қазақстан Республикасында орын алған төтенше жағдайға байланысты онлайн форматтағы жұмысқа ауысқаны туралы осыған дейін хабарлаған болатын. Агенттік алаңында апта сайын онлайн брифингтер және ашық диалог интернет порталында интернет-конференциялар өтуде. Азаматтарды онлайн қабылдау және кеңес беру жалғасуда. Агенттіктің аумақтық департаменттерінде де онлайн кеңес беру, брифингтер мен семинарлар өткізу, дәрістер оқу жүргізілуде. Сондай-ақ агенттік жанындағы арнайы мониторинг топтары мен ақпараттық ағартушылық штаб мүшелерінің қоғамдық бақылау жұмыстары қарқынды жүруде. Былтыр сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес еліміздің 13 өңірінде антикор сервистік орталықтар ашылған болатын. Сыбайлас жемқорлықпен күресу шараларына жаңаша серпін беретін кезекті антикор орталығы осы аптада Талдықорған қаласында ашылды. Орталықтың ашылу салтанатына облыс әкімі Амандық Баталов пен жергілікті мемлекеттік органдардың басшылары қатысты. Open Space форматында қызмет көрсететін бұл орталықта тегін құқықтық көмектер мен кеңестер беріледі және ашық әрі қолжетімді қызмет көрсетуге барлық мүмкіндік жасалған. Алдағы уақытта аталған антикор орталығы мемлекет пен азаматтық қоғамның арасындағы диалог алаңына айналады деп күтілуде. Елдегі төтенше жағдайды ескере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өзінің адал көмек жобасы арқылы онлайн форматта заңгерлік көмек көрсетуді жалғастыруда. Адал көмек жобасына танымал адвокат, ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі, адам құқығы жөніндегі сарапшы Айман Омарова жетекшілік етуде. Бұл жоба әрбір азаматтың тұрғылықты жеріне қарамастан нақты уақыт режимінде жоғары білікті құқықтық көмек алуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда еліміздің барлық өңірінде жобаның филиалдары іске қосылған. Агенттіктің бастамасымен жобаға еліміздегі беделді заңгерлер мен құқықтанушылар, тәжірибелі адвокаттар белсене қатысуда. Аталған жоба іске қосылған сәттен бастап 1000-нан аса азаматқа құқықтық кеңес берілді. Таяуда агенттік халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру аясында халықпен кедергісіз байланыс құру үшін Антикор Лайф жобасын іске қосты. Бұл онлайн режимде сыбайлас жемқорлыққа қарсы контентті үнемі жариялайтын алаң болмақ. Енді әр жұмыс күні сағат 11-ден бастап 12-ге дейінгі аралықта сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет еліміздің барлық өңірінде халықпен тікелей эфирге шығады. Тікелей эфир барысында азаматтардың назарына елімізде жүзеге асырылып жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат және тағы да басқа маңызды ақпараттар ұсынылатын болады. Эфир барысында кез келген желі қолданушысы спикерге агенттіктің қызметіне қатысты сұрақ қойып, өз пікірі мен ұсынысын қалдыра алады. Тікелей байланыс агенттіктің аумақтық департаменттерінің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында жүргізілетін болады. Павлодар, Шығыс Қазақстан және Атырау облыстарында арнайы мониторинг тобының мүшелері төтенше жағдай кезіндегі талаптар мен шектеулерді сақтау мақсатында сауда және қызмет көрсету орындарының санитарлық талаптарға сәйкес келуі, сондай-ақ қажетті медициналық маскалармен қамтамасыз етілуін және блок бекеттердегі жұмыстарды тексерді. Аталған бағыттағы жұмыс алдағы уақытта жалғасатын болады. Құрметті көрермендер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қазіргі төтенше жағдайдағы жемқорлық тәуекелдеріне тосқауыл қою жұмыстарын жалғастыруда. Осыған орай агенттік уәкілетті қызметкерлерге материалдық сыйақы ұсыну арқылы блок бекеттерді кесіп өтпеу және карантин шарттарын қатаң сақтау туралы үндеу жариялаған болатын. Агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің атқарған жұмысы туралы апталық қорытынды экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілердегі парақшаларында жарияланатын болады. Жағымды жаңалықтармен жүздесейік.